Донбасста Русияның әрекетлері гуманитар ве экологик мунасибетке yol açtı. Bunu Канаданың Галифакс шайырында кечірілген хавсызлық бойынша халқара форумның вақтында Украина тыш ишлер назиры Павел Климкин білдірді. Оның сөзлеріне көре, өзлеріні Донбасс мұстақилігі оғырында көрешкенлер деп адландырған шахыслар ақиқатен Русияның жинайетчілері ола. Павел Климкин бұның халқара жемиятны Русия Федерациясына басқаны арттырмаға мечбур етежегінден емин. Донбасс Путинны меракландырмай. Эсас гаясы Украинаны зайыфлаштырмак, оны федералиштирмек бөлмектен ибареттір. Киевнің қарарларыны идаре етмеге истейлер. Не тыш сиясеті, не иқтисадият, хавсызлық, иш бір шей асылында. Бұны истейлер. Мемлекетні тамамынен идаре етмеге истейлер. Донбасста Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты барыштырыcıларының олмасы да пек яқшы. Амма Русияның истегені кебі дегіл.